Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып комбинаторика элементтері бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші есеп. А қаласынан Б қаласына баратын 5 жол бар. Ал В қаласынан С қаласына баратын 3 жол бар. А қаласынан С қаласына Б арқылы неше түрлі тәсілмен баруға болады? Бұл жерде біз көбейту ережесін қолданамыз. 5 жол бар. А-дан Б-ға дейін және Б-дан С-ға дейін бізде 3 жол бар. 5 пен 3-ті көбейтеміз, яғни 15 тәсіл арқылы баруға болады екен. Келесі есеп. 9 А сыныбында 28 оқушы оқиды, оның ішінде 15 қыз бала және 13 ер бала бар. Оқушылардың ішінен көшбасшы мен оның көмекшісін неше тәсілмен таңдауға болады? 3 оқушыдан тұратын кезекшілерді таңдаудың неше тәсілі бар? Кезекшілер ішінде кемінде 2 қыз бала болатын деген шарт енгізген жағдайда, немесе болсын деген шарт енгізген жағдайда 3 кезекшіні таңдаудың неше тәсілі бар? Біріншісін шығарамыз. 9 А сыныбында, яғни барлығы 28 оқушы болса, 15-і қыз, 15-і ер бала. Барлығы, яғни бізде N ол 28. Қыз бала 15, ер бала 13. Оқушылардың ішінен көшбасшы мен оның көмекшісін таңдап алуымыз керек. Яғни 2 адамды таңдап алуымыз керек. Олай болса, 28-ден екеуін таңдап аламыз. Орналастырумен шығарамыз. 28 факториал бөлімінде 26 факториал. 27 көбейту 28. Осы екеуінің көбейтіндісін аламыз. 27-ні 28-ге көбейтемін. 6, 5 ойда. 16, 21, 4 бір ойда. 4, 5. 756. 756 тәсілмен 2 оқушыны таңдап алуға болады. Келесі Б-сы 3 оқушыдан тұратын кезекшілерді таңдап алуымыз керек. 28 оқушының ішінен 3-еуін таңдап аламыз. 28 факториал, 3 факториал, 28-ден 3 аламыз, 25 факториал. 28 факториалды біз 25 факториал көбейту 26, көбейту 27, көбейту 28 деп жазаламыз. Бөлімінде 3 факториал, 1 көбейту 2, көбейту 3 және 25 факториал. Қысқартамыз. 3 пен 27-ні қысқартам, 9, 2 мен 28-ді қысқартам, 14. Сонда 26 көбейту 9, көбейту 14. 26-ны 9-ға көбейтемін. 26 көбейту 9, 4, 5 ойда, 18, 23, 234, оны 14-ке көбейтем. 6, 1 ойда, 12, 13, 1 ойда, 8, 9, 4, 3, 2, 6, 7, 2. 3276. Енді С. Кезекшілер ішінде кемінде 2 қыз бала болатын. Кемінде 2 қыз. 3 кезекшіні таңдаудың неше тәсіл бар? Кемінде деген сөз, яғни кезек 3 оқушының ішінде 3 қыз, 1 ер бала, 2 қыз, 1 ер бала, немесе 3-еуі де қыз деген сөз. Сонда біріншісі, бізде 15 қыз болса, 15-тің 2-еуін аламыз және 13-тің 1-еуін аламыз. Немесе 15 қыздың 3-еуін таңдап аламыз, ал ер балалардан алмаймыз. Яғни мынаны алуға болады. Тең болады 15 факториал, бөлімінде 2 факториал көбейту 15-тен 2 аламын, 13 факториал, көбейту 13 факториал, бөлімінде 1 факториал, көбейту 12 факториал. Қосамын 15 факториал, 3 факториал, көбейту 12 факториал, көбейту 13 факториал, бөлімде 13 факториал. Бұны жазбауға да болады, себебі 1 болып кеткендіктен. 13 факториал мен 13 факториал қысқарады.
15 факториалды 12 факториал көбейту 13 көбейту 14 көбейту 15 деп жазамын. 2 факториал қосу тағы солай 12 факториал көбейту 13, 14, 15 бөлімінде 1, 2, 3. Так, ана жерде 12 факториалдың, жерде де 12 факториал. Осы екеуі қысқарады, мына екеуі қысқарады. 2 мен 14 қысқартамыз 7. Сонда 13 көбейту 7 көбейту 15 қосамын. Так, 2 мен 14 қысқартам 7, 3 пен 15-ті қысқартам 5. 13 көбейту 7 көбейту 5. Мына жерде екеуіне ортақ көбейткіш 13 көбейту 7, сонда 15-ке 5 қоссам 20. Так, ары қарай 260-ты 7-ге көбейтемін. 0, 2, 4 ойда 14, 1820 тәсілмен таңдауға болады екен. Үшінші есеп, Ньютон биномы формуласын пайдаланып, берілген өрнектің алғашқы үш мүшесін жазыңыз, x дәрежесінің өсу реті бойынша дейді. Бірінші көрейік. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1. Так, мұнда 4, мұнда 6, мұнда 4, мұнда 1, 1, мұнда 5, 10, 10, 5, неке. Ньютон биномы формуласын пайдаланған кезде, мұна коэффициенттеріне осы сандар керек болады. Жіктеуге. 5 дәреже болған кезде, сонда 1 қосу AX-тің 5 дәрежесі тең болады. 1 көбейту A-ның 0 дәрежесі көбейту X-тің 0 дәрежесі. Қосамын 5 көбейту 1-дің квадраты көбейту AX. Қосамын 10 көбейту 1-дің 3 дәрежесі A квадрат көбейту X квадрат. Жоқ, мұнау 5 дәреже, мұнау азаю керек. 4 дәреже, мұнау 3 дәреже. Так, қосу 10 көбейту 1-дің квадраты көбейту A куб X куб. Қосу 5 көбейту 1 көбейту A-ның 4 дәрежесі, X-тің 4 дәрежесі. Қосу енді 1-дің 0 дәрежесі көбейту A-ның 5 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі. Сонда жазатын болсам, менде 1 қосу 5AX қосу 10 A квадрат X квадрат қосу 10 A куб X куб қосу 5 A-ның 4 дәрежесі, X-тің 4 дәрежесі қосу A-ның 5 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі. Алғашқы үш мүшесі, мінекей, осыны жазып беру керексіз. Келесі, бұсы. Берілген өрнектің жіктелуіндегі x айнымалысының коэффициенті 0-ге тең екен белгілі болса, A-ның мәнін табыңыз. Көрейік. 1 азайту 2x, 1 қосу AX-тің 5 дәрежесі. 1 азайту 2x-ті жазамын, мынаның жіктелуін мына жерде біз жаздық. 1 қосу 5AX қосу 10A квадрат X квадрат қосу 10A куб X куб қосу 5 A-ның 4 дәрежесі, X-тің 4 дәрежесі қосу A-ның 5 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі. Так, 1-ді көбейтіп шығамын. 1 қосу 5AX қосу 10A квадрат X квадрат қосу 10A куб X куб қосу 5 A-ның 4 дәрежесі, X-тің 4 дәрежесі қосу A-ның 5 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі минус. Енді мыналарды көбейтемін. 2x минус 10ax квадрат минус 10a квадрат x куб так, минус 2a куб x-тің 4 дәрежесі минус 10. Так, 5-ті көбейттім, 10 болды. 10-ды 2-ке көбейтсем, мынау 20 болады. Тағы да мынау 20 болады. Так, енді 10 A-ның 4 дәрежесі, X-тің 5 дәрежесі, минус 2 A-ның 5 дәрежесі, X-тің 6 дәрежесі. Болды. Так, енді қараңыздар, бізге X айнымалысының дейді. Міне тұр бізде 5AX. Так, сосын минус 2X. Басқа жоқ, та? Осындағы X-тің коэффициенті 0-ге тең дейді. Яғни X-ті сыртына шығарсам, 5 азайту 2X. Осы коэффициент 0-ге тең болса, яғни 5 азайту 2 тең 0 болса, онда A-ның мәнін табуымыз керек.
А бізде тең болады 5-тен 2 немесе А тең болады 0,4. Яке осылай есептейсіздер.